1839 жылы циндік шенеунік Лин Сяошу елдегі АПН-ді жоюды тапсырды. Жойылған АПН Гонконг губернаторы Чарльз Эллиотқа тиесілі болды. Ел шаруашылығы мен халық жағдайын нашарлатпау мақсатында Цин үкіметі АПН-ді елге импорттау мен сатуға тыйым салды. США АПН-ға тыйым салудың арқасында британдықтар АПН сатуды тоқтатады деп үміттенді, бірақ ол қателесті. Ұлыбритания мен Қытай арасындағы сауданы өз қарамағында ұстаған Эллиот барлық сауда кемелеріне Британияға кері қайтуға жарлық шығарды. Ұлыбританияға Қытай үкіметінің сауда ісіне араласуы ұнамады. Осы себепті Қытай үкіметін жазалау үшін британдықтар корольдік флотты Қытайға қарсы жіберді. Британдықтар тек теңізде ғана жеңіске жете алады деген ойда болғандықтан, США алда болатын соғыстан қорықпады. Корольдік флот 1840 жылы Джоушань портына келіп, 5 шілде күні британдықтар аралды зеңбіректермен атып, 9 минуттық атқылаудан кейін британдықтар қираған портты жаулап алды. Бірінші АПН соғысы осылай басталды. Алғашқы уақытта Цин императоры Дан Гуан британдықтармен өтіп жатқан соғысқа бей-жай қарады. Бұл барлық шетелдіктерді күндердің бір күні Қытайдың қарамағына өтетін жабайы варвар санаған қате пікір себебінен болды. Сыртқы істер министрі Лорд Палмерстон басқарған британдықтар алдында екі мақсат тұрды. Біріншісі күшпен АПН сатуға қайтадан рұқсат алу, екіншісі Қытай императорының шетелдіктерге деген менмен және өзімшіл қатынасын өзгерту. Жүзу барысында корольдік флот императорға бітім шарттары көрсетілген хатты жеткізуге тырысты. Бұған Қытай императоры тағы да бей-жай қарап, бітім шартының орнына шенеунік США-ды жұмыстан қууды ұсынды. США-дың орнына 1840 жылдың аяғында бітім шартын қарастыру үшін Эллиотпен кездескен Цинлан Цишан келді. 1841 жылдың басында әскери қимылдарды қайта бастады. Британдықтар Чуэмпе маңында болған шайқаста жеңіске жетті. Цишан британдықтармен қайта келіссөздер жүргізуге мәжбүр болды. Эллиот Қытай үкіметіне мынадай талаптар қойды. Гонконг портын беру, АПН сатуға тыйымды алып тастау, соғыс шығындарын өтеу контрибуция. Британ елінің Қытай еліне терезесі тең дәрежедегі мемлекет ретінде қарау. Император бұл ұсыныстарға келіспей, Цишан абақтыға жабылып, патша жиені Ишан және генерал Янфэнмен алмастырылды. Наурыз айында британдықтар Гуанчжоу қаласын қоршауға алды. Янфэн ашыққан әскерлердің өмірін сақтауға кепіл берген британдықтарға қала кілтін тапсырып шегінді. Бұны естіген император ашуланып, Янфэнді қызметінен босатып, Ишанға Гуанчжоу қаласын кері қайтаруға бұйырды. Ишан 21 наурыз күні шабуыл жасап, қаланы басып алды. Бірақ та британдықтар бір аптадан соң қайтадан шабуылға шығып, қаланы қайтарды. Гуанчжоу үшін шайқаста 6000 британдық солдат 50 000 Цин әскерлеріне қарсы шайқасты. Бірақ та неге британдықтар жеңіске жетті? Дұрыс, британ армиясы Цин әскерінен әлдеқайда дамыған болды. Цин әскерінің жауынгерлері найзалармен және ешкі мушкеттермен қаруланған болды. Есесіне британдықтар тәжірибелі, профессионалды армияға ие болды. Цин жауынгерлері бейбіт өмір кезінде қарапайым шаруа болып, егін екті. Теңізде Қытайдың артта қалушылығы айқын байқалды. Британ кемелері көлемі жағынан да қару жағынан да басым болды. Британдық флотта сол замандағы ең күшті кемелердің бірі Немезис болды. Бұл пароход кез келген Қытай кемесінің шабуылына төтеп бере алатын жағдайда болды. Саны көп, Цин әскерлері саны аз, бірақ та жақсы қаруланған британ әскерлерінен қайта-қайта жеңіліс таба берді. Бір жыл ішінде британдықтар Қытайдың теңіз жағалауындағы көптеген қалалар мен порттарын басып алды. 1842 жылы британдықтар Чинкян қаласын алды. Бұл британдықтар қалаған жағдайда Янцзы өзенінің арнасын бұрып, Қытай елін азық-түлікпен қамтамасыз ету ісіне қиындықтар тудыруы мүмкін еді. Сондықтан Цин императоры бітім шартына қол қоюға мәжбүр болды. Бұл құжат тарихта Нанкин келісімі деген атпен қалды. Нанкин келісіміне сәйкес британдықтар сауданы 4 қалада жүргізуге рұқсат алып, АПН сатуға тыйым өз күшін жойды. Сонымен қатар Қытай үлкен көлемде соғыс шығындарын жыл сайын төлеуге мәжбүр болды.